Сыры ашылмаған қылмыстар сан түрлі болады. Солардың арасында адамдарды өзінің жауыздығымен, тылсымдығымен, немесе көлемімен таңғалдыратындары да бар. Қылмыскерлердің көп бөлігі қолға түседі. Бірақ бір жағдайларда қылмыскерлер жасырынып, жамандығы үшін заң алдындағы жауаптан құтылады. Кейбір сыры ашылмаған жағдайлар ұсталмаған қылмыскерлер көркем фильмнің түсірілуіне де алып келеді. Бұл видеода өмірде болған, бірақ жауабы жоқ 10 қылмыспен танысамыз. Біреулерінде адам із-түссіз жоғалса, біреулерінде қылмыскер адам қолға түспеген. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Сіздің көрсеткен қолдауыңыз қазақ тіліндегі YouTube-ты одан әрі қарай дамуға итермелейді. Сондықтан арнаға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдырыңыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Элиза Лэмнің құпия өлімі. 2013 жыл ақпан айының басында жоғалған 21 жасар канадалық студент қыздың жоғалып кетуі туралы мәліметтер көпті таң қалдырды. Жоғалған қыз қонақ үйдің үстінде орналасқан су сақтау бөшкесінен тыр жаңалаш күйінде табылды. Бөшкені ашуға себеп болған қонақ үй тұрғындарының арыз шағымдары. Олардың айтуынша, аққан судан шіріктің дәмі мен иісі шыққан. Бейнебақылау камерасындағы таспаны көргеннен кейін тергеушілерде сұрақтар саны одан сайын артты. 4-ші қабатта тұратын Элизаны соңғы рет камералар 14-ші қабатта көрген. Оның іс-қимылына қарасаң, ол біреумен ұрысып тұрғандай көрінеді. Соған қарамастан, таспаға канадалық жас студенттен басқа ешкім түспеген. Аутопсия барысында қыздың қанынан ешқандай есірткі немесе алкоголь табылмаған. Тергеушілердің бұл қылмысқа қонақ үй қызметшілерінің қатысы бар деген тұжырымы расталмады. Сөйте келе, бұл қыз өзін-өзі өлтірген деген шешім қабылданды. Бірақ бұл қыз құлыпталған шатырға қалай енді және 3 метрлі су сақтау бөшкесіне түсіп, сыртынан қалай құлтанды деген сұраққа ешкім жауап бере алмады. Оған қоса бұл істі қарапайым тергеушілер емес, арнайы жасақталған тергеушілер жүргізді. Осы ақпараттарға қарап, бұл өлім жайдан жай орын алмаған секілді. Оның бір артында тұрған дөкейлер барау. Американдық медик студенттердің жоғалуы. 27 жасар Брайан Шафер 2006 жылы 1 сәуірдің түнінде із-түссіз жоғалған. Огайо штаты, Колумбус қаласы. Жаздық демалыстың аяқталғанын тойлап жүрген баланың іс-әрекеттерінде ешқандай оғаш қылық байқалмаған. Куәгерлердің айтуынша жігіт шарапханаға кірген, бірақ оның ол жерден шыққанын тіпті бейнебақылау камералары да түсірмеген. Брайан құдды бір ауада жоқ болып кеткендей. Студентті ұрлап кетті деген тұжырым дәлелсіз болды. Американдық жас студентті іздеу жұмыстары әліге дейін жалғасуда. Рэй Рикардың құпия жоғалуы. Қарапайым жұмысшы емес, аудандық прокурор жоғалған кезде іс қаттырақ бақылауға алынады. Пенсильваниядағы аудандық прокурор қосымша демалысынан кейін жұмысқа шықпаған. Ол демалысқа 2015 жылдың сәуірінде шыққан болатын. Прокурордың жеке заттары қаланың әр бөлігінен табылған. Ал көлігі болса, қала шетіндегі өзен жағалауында тасталған. Сол өзеннен бірнеше шақырым жерде Рэй Рикардың ноутбугі да табылды. Бірақ тергеушілер оның ішіндегі ақпаратты қайта қалпына келтіре алмаған. Бір пайымдаулар бойынша прокурор бұның бәрін өзі ұйымдастырған. Ондай шешімге тергеушілер ғаламтордағы Рейдің іздеген ақпараттарын көргеннен кейін келді. Рэй жақын арада ноутбуктағы ақпараттарды қалай жоюға болады деген сұрақтың жауабын Google-дан іздеген. Бірақ бұл тұжырымды растау үшін Рейдің өзін табу қажет. Круиз кемесінде жоғалған Эми Лин Брэдли. 1998 жылдың наурызында Кариб теңізінде круиз жасамақ болған американдық отбасының саяхаты қайғылы аяқталды. Каютадан шылым тартуға шыққан 23 жасар Эми Лин Брэдли із-түссіз жоғалды. Ата-анасының айтуынша қызға кемеде жүрген бірнеше жігіт көз қырларын салып жүрген екен. Тергеушілердің пайымдауынша қызды қылмыскерлер құлдыққа сатып жіберген. Кейіннен бұл пайымдаудан фактіге ауысты. Қызды Кюрасау жағалауында демалып жүрген канадалық туристер көрген. Кейіннен американдық матрос көбелектер үйінде көмек сұраған қызды көрген. Оған Эми Лин американдық полицияға хабар беруін сұранған. Бірақ олар келеміз дегенше, ол көбелектер үйі жабылып қалған. Уақыт өткеннен кейін Эмидің ата-анасы почта арқылы қыздарының суретін алған. Бірақ оның қайда екенін таба алмаған. Пайымдаулар бойынша бұл қыз қазіргі таңға дейін құлдықта ұсталып келеді. Жазғы лагердегі қыз скауттардың өлімі.
Бұл сұмдық оқиға 1977 жылы Оклахомада орын алды. Белгісіз адам 3 қызды Дорис Милнер, Лори Фармер және Мишель Гузені лагердің ішінде өлтіріп кеткен. Денелерін палаткалардан алыс жерде мұғалімдері тапқан. Тексеріс барысында осы жағдайға дейін бірнеше ай бұрын балалардың қараушыларына ескертпе хат келген екен. Бұл хатты барлығы қалжың деп қабылдайды. Тергеушілер тығырыққа тірелді, ал қылмыс жұмбағы жауапсыз қалды. Бұл балаларды неліктен өлтірген деп ойлайсыз? Boeing 727-51 ұшағының ұрлануы. 1971 жылы орын алған бұл жағдай көпшілікті таңғалдырды. Портландтан Сиэтлға беттеген ұшақтағы 18S орындығында отырған жолаушы Деби Купер қарапайым қылмысты ұнатпаса керек. Өзімен алып кірген бомбамен қорқытып, Купер байланыс арқылы $200,000 және 2 парашют талап еткен. Қазіргі ақшамен есептегенде $1,100,000. Кейіннен ол әуежайға ұшақты қондырып, ақшамен парашютты алып, қайта әуеге көтерілді. Кейіннен ол ақшамен қоса ұшақтан секіріп кетті. Ал тергеушілердің жарамсыз парашют бермеу себебі, олардың ойынша ол тұтқынға бір адамды алып секіреді деп ойлаған. Ауа райдың нашар болғаны оны радар арқылы табуға мұрша бермеді. Оның өлі тірі екені белгісіз. Біреулер оны өлді дейді. Себебі ол қонуы мүмкін деген аймақта 2 жылдан кейін $6,000 табылған. Бірақ бұл нұсқаны Куперден келген хат жоққа шығарды. Әрине, хат бір адамның орынсыз қалжыңы болуы мүмкін. Ресми түрде бұл іс 2016 жылы жабылды. Қылмыскер табылмады. Ал сіз қылмыскер тірі деген тұжырымға сенесіз бе? Бомонт балаларының құпия жоғалуы. Жоғарыда айтылған белгісіз кісі мәйіті табылған Австралияның жағалауында 18 жылдан кейін Бомонт отбасының балалары із-түзсіз жоғалды. Бұл сәйкестікті көпшілік тылсым деп есептейді. Балалардың жоғалған уақыты 1966 жылдың қаңтар айы. Осы күні 9 және 7 жасар әпкелі сіңлілі және олардың 14 жасар ағасы жағалаудан оралмаған. Бастапқыда тергеушілер сары шашты кісіні күдікті қылған. Ол кісі осы жағдай орын аларда қыздардың үлкенімен танысқан екен. Бірақ кейіннен бұл күдік расталмады. Балаларды қала ішінде бірнеше сағат өткеннен кейін ата-анасы жүргендерін көрген куәгерлер де болған. Ғаламтор қолданушылары осы балалардың жоғалуымен Сомертоннан табылған белгісіз адамның арасын байланыстыруда. Бірақ оған ешқандай дәлел жоқ. Жоғалғандардың іздері әлі күнге дейін табылмады. Тамам Шут құпиясы. Бұл оқиғаның орын алған кезі 1948 жылдың қараша айы. Сол жылы Сомертон жағалауында жақсы киінген ер кісінің мәйіті табылды. Бір қызығы, өліктің киімінде ешқандай фирманың белгісі болмаған. Құжаттары да жанынан табылмады. Оның төс қалтасында кішкентай ғана жыртылған қағаз бар. Ол жердегі белгісіз жазылған сөздер тергеушілерді тығырыққа тіреді. Мәйіт кезінде Омар Хайамның оқырманы болған секілді. Мүмкін осы кітап оның өмірлік көзқарасын өзгертті. Белгісіз адам кітаптың жыртылған бір бөлшегіне хабарлама қалдырған. Кейіннен хабарламаның шифрын шешетін кітапта табылды. Кейбір тергеушілердің ойынша өлген адам шпион болған. Олар жыртылған парақтағы сөйлемнің 2 сөзін ғана шеше алған. Тамам Шут. Бәрі аяқталды. Немесе бәрі бітті. Сондықтан өзінің тапсырмасын орындай алмаған агент өлуге бел буған. Бірақ тексеру оның денесінде өзін таппады. Бұл адамның кім және қайдан пайда болғаны әлі белгісіз. Ал сіз осы хабарламада не жазылған деп ойлайсыз? Түтінде жоғалған балалар. Батыс Вирджиниядағы Содер отбасы үшін 1945 жылғы жаңа жылдық түн тылсым қылмыспен аяқталды. Өртенген үйде 10 баланың 5-еуі із-түзсіз жоғалып кетті. Ата-ана балаларды ұрлау үшін өрттің қасақана жасалғанын мәлімдеуде. Өрт сөндірілгеннен кейін үй ішінде ешқандай мәйіт табылмайды. Балалардың із-түзсіз өртеніп кетуін полиция жоққа шығарды. Өз балаларына көмек беруге өртеніп жатқан үйге кірген әке ешкімді таппаған. Ал үй ішіндегі баспалдақ өздігімен жоқ болып кеткен. Бір қызығы, сыртта тұрған көлігі де себепсіз бұзылған. Жылдар бойы Содерлер ғажайыпқа үміттенген. 1968 жылы отбасы почта арқылы тылсым сурет алды. Ол суретте ер жеткен бір баласы бейнеленген. Ал сол құпияны ашуға тырысқан бір детектив те із-түзсіз жоғалған. Бұл құпия қылмыстың сыры әлі ашылмады. Сіздің ойыңызша балаларға не болды? Хайнтер Кайфек шаруашылығындағы өлім.
Бұл қылмыс жасалған уақыт шамамен 1922 жылдың 1 сәуірі. Мюнхен қаласынан 70 шақырымда орналасқан фермада жауыздықпен 6 адам өлтірілген. Оның арасында отбасы мүшелерінен бөлек жұмысшы да көз жұмған. Таңғаларлығы, қылмыскер бірнеше күн бойы қылмыс орын алған үйде өмір сүрген. Тіпті малдарға шөп беріп, суарып отырған. Осылайша ол шаруашылықтың тоқтамағанын көршілеріне көрсеткен. Ал көршілері еш нәрседен күмәнданбаған. Ферма аумағында жүріп тұру қиынға соққан жоқ. Оған қоса барлық үй-жайлар бір-бірімен байланысып соғылған. Мәйіттерді тек қана бірнеше аптадан кейін тапқан. Үйдің жағдайы жақсы қалыпта. Ұрыс-керістің ізі жоқ. Есік бұзылғанымен еш нәрсе ұрланбаған. Барлық мәйіттердің, соның арасында балалардың бас сүйектері ашылған. Қылмыскер сол бойы ұсталған жоқ. Көрші куәгердің айтуынша, ферманың қожасы сол күні азанда оларға үй есігін біреу бұзып кіргенін мәлімдеген екен. Осы қылмыстың сыры қандай? Өз ойыңызды жазыңыз. Осымен достар, бүгінгі қызықты видеомыз соңына жетті. Келесі осы тектес бейне жазбаларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылыңыз. Және қолдау ретінде лүпіл басып, осы қылмыстар жайлы ойыңызбен бөлісіңіз. Сіздермен бірге болған Шакамуро, келесі қызықты бейне жазбада кездескенше қош сау болыңыздар.